көрермендер, сіздермен бұл мен Майнкрафт арнасы достар. Бүгін мен мынандай қалың жолда үй салам деген сияқты едім. Бүгін сол үймен бүгін шахтаға баратын боламыз. Достар, видео басамасам давайте бәріміз арнақтыл келіп лайктарыңызды басып кетіңіздер. Әйтпесе бізде 30-дан төмен адам подписчиксіз көреді екен, подписка баспай көреді екен. Сондықтан давайте бәріміз подписка басып кетейік достар. Лайкты басып қалуға ұмытпаңыздар достар. Енді 50 подписчикке жеткізсеңіздер үшінші бөлімді шығарамын. Үшінші бөлімді шығару жалпы сіздің қолдарыңыздан изи ғой, 50 подписчик деген енді өте оңай ғой. Ал енді алдын жолында айтқандай бүгін үй саламын деп айтқан. Сол үйімді бүгін салайын деп жатырмын. Бүгінгі үйім енді осындай болмақ. Бірақ енді ағаштар жетпейді менде қазірше. Одан кейін үйдің атамды шығып қарайын. Кроватьм қойды мен. Кровать қойды. Все болды. Алдыңғы жолы айтқандай үй соғам деген, сол үйімді қазір соғам деп жатырмын. Соғып жатырмын. Ой, достар, бізде түн батып барады, капелек тұру керек әйтпесе. Делайықта. Ойбай достар, мен шылшым қатып өтіп көрдім. Айтайық, осыда болады. Енді достар, мұны қойғамыз. Ай. Енді бағаймыз. Все болды достар, енді бір ұйықталады. Достар, енді екінші бөлім шығардым, енді өзіңіз айтқансыздар. Екінші бөлім шығардым. Енді үшінші бөлімді шығарам. Әрине, сіздердің қолдауларыңыз болса, изи шығарам ғой достар, изи. Ал достар, міне үйіміз салып жатырмыз. Біздікі ағаш жетіспей қалды ғой. Жаңа туптар салуына саламын. Мына жерде бізде есік болады. Былай салайық. Осылай саламыз. Бана деп астында егін егу мүмкін. Егін егу керек. Осылай. Достар, мына бізде уже кіретін жері. Былай қойсақ, қоямыз. Ой. Қоямыз. Достар, енді тағы да айта кетейін. Майнкрафт Викс өкінішке орай ашылмай қалды. Достар, енді ренжімеңіздер. Енді келесі жылы ма немесе осы жылы Майнкрафт Викс ашылады. Кірсеңіздер, анау қызық достар. Сіздер Майнкрафт Викс деген білмеген сияқтысыздар, е? Ол мен өзімнің Майнкрафт Виксім. Оны мен өзім ашқам, өзім администраторға айтқам. Сол Майнкрафт Викс енді ашылмай қалған. Неғып екенін білмеймін достар енді. Майнкрафт Виксті жауып тастап деді. Білмеймін тұрмын достар енді. Мен алғашқы тұратын үйім. Осындай болып тұр. Білмеймін достар енді. Майнкрафт Викс қайтадан ашылады. Енді 15 күнде ашылмайтын болды достар. Ренжімеңіздер енді оған. Енді бір енді қалай айтсам болады екен. Бір азғантай күндер күтсеңіздер, жалпы Майнкрафт Викс ашылады. 2-3 айдай күтсеңіздер, Майнкрафт Викс ашылады. Алдын жолы 15 дегенім ол алдын жолы администраторға жауып тастапты. Сол себепті мен ол 15-де істей алмай қалдық. Администратор алдын жолы маған өзі звондады. Майнкрафт Викс ашылмайтын болды. Сенде затым істемей қалған деп жаңа карточка. Сол істемей қалған деп айтты маған. Майнкрафт Викс ашылмады. Енді достар, бұл бөлім ұзақ болмайды. Сол 12 минут болуы мүмкін бұл видео. Достар, енді мұны енді үйіміз салып бітірейік. Қарап басымызды қойып. Біз ағаш бітіп кеттік, ағаш қалдық. Жақын айтып, мен ескейіп түрегі түсіндірмін үйім. Кеттерді ағаш жоқ қадық. Олмазды қармаш қапқа.
Ал достар, келдік енді ағаш жабамыз. Ағаш жабып алайық кішкене. Қазір енді үйіміз бітейін деп қалдық. Үйімізді бітірейік. Үйімізді бітіргеннен кейін ары қарай жалғастырамын. Достар, енді аңға түсіргек беріңіздер енді. Осы енді жауайт етсеміз. Айтпақшында бізде не жасау керек? Шахтаға түсу емес бүгін. Немесе келесі бөлімде түсеміз. Қазір үйімізді салып бітіре алмай жатсақ, одан кейін одан 3-4 бөлімде уже егін егіп бастаймыз, немесе қазір салуға болады егінді. Мына астына егін не істейміз, Так, 3 блок болды, нормально. Алып шығамыз. Ал енді 12 ағашымызды ойналдырып алайық. Так, бізде нормально 48 ағаш шықты. Көрейік. Достар, енді мен сәл нубпын, неге мен қатты ойнай алмаймын. Майнкрафтта негізінде жаңадан бастап жүргенмін өзім. Негізі қазір андай Free Fire не ойнап жүретінмін, одан кейін мен Майнкрафт ойнауға көштім. Достар, айтпақшында Майнкрафт X-тен ашуға тырысып жатырмын. Майнкрафт X-қа кірсеңіздер, ол жерде атысасыздар, кәдімгідей модты мылтықтар қосылған, ол жерде модтың мылтықтары бар, одан кейін сіздерде андай не бар. Ема мен болмасам сонда жетпей қалдым, міне. Қандай жүк қыласамыз. Да, қараңыздар.